Бала күнінен әкесі мен атасының ағаштан түйін түйгенін көріп өскен Серікжан Ысқақбекұлы бүгінде танымал қол өнершілердің қатарында сурет салып ұлттық аспаптар жасап жүріп, көптен бері ойда жүрген жаңа жоспарын қолға алыпты. Әсіресе ұмыт қалған заттар, қазір қолданыстан кеткен ыдыс аяқтардан осы мынау ағаш астау, сосын кейін мынау ағаштан қымыз қоятын, әртүрлі айран қоятын, қымыз қоятын саптаяқтар жасаймыз. Одан кейін мынау ағаш ыдыстар, сосын мынау ет табақтар, мысалы осыларды қазір жасап жүрміз. Мәселен, құны 15-тен 20 мың теңге аралығында болатын мына ет табақ былай жасалады екен. Мысалы бір ұзындығы 50 сантиметр, мына ені 40 сантиметр айнасына картон қағазға суретін салып алғаннан кейін жаңағы ағашты бетін сүргімен тегістеп аламыз. Тегістеп алып, сол картон қағазымызды қайшымен формасын соң қиып, осының бетіне жабыстырып тұрып, жан-жағын сызықпен жүргізіп, сол суретін салып алғаннан кейін барып, осы сурет негізінде жаңағы мынау шоттармен шаға бастаймыз мысалы. Осылайша шотпен табақтың сыртқы бетін тегістеп, ішкі жағын шапқымен оят, ет табақтың екі құлағын қошқар мүйіз оюмен әшекейлеген. Бастысы табақтың сыртын лақтап, ішін жылқының майымен, немесе кәдімгі күнбағыс майымен майлап тастауы қажет. Бұл табаққа беріктік қасиет береді. Бүгінде шәкірт тәрбиелеп жүрген қол өнершінің ендігі мақсаты да айқын. Қазіргі мынау көп ыдыстарымыз енді қолданыстан қалып бара жатыр. Бұны жаңа ата-бабаларымыздың ертедегі төл өнерін балаларға насихаттау, оларды үйрету, осылардың ою тәсілдерін, жаңа ағашты талдау, жаңа ағашты сұрыптау, осыларды үйретіп, әрі қарай осы ұлттық құндылығымызды студенттерге әрі үйрету, насихаттау мақсатында осы жұмыстарды алып бара жатырмыз. Шебердің қол ортақ демекші, өз білгенін өзгемен бөлісіп жүрген Серікжан Ысқақбекұлының тың туындылары әлі талай көпке үлгі болар сөзсіз.